Бүгінгі видеода біз қандай су ішу керек жайлы және оның адам организміне әсері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Су метаболизмді жылдамдатады және минералдар мен басқа да пайдалы заттардың сіңуіне ықпал етеді. Әлем ғалымдары күніне 2 литр су ішу керек деген стереотипті жоққа шығарды. Олардың айтуына қарағанда, әр адамның су ішу мөлшері әртүрлі болады екен. Нақтырақ айтқанда, адам салмағының әр келісіне 30 мл су ішу керек. Демек, сіздің салмағыңыз 50 келі болса, онда 1,5 литр су ішу керек. Десе де, бұл мөлшер кейде өзгеруі мүмкін. Себебі әдеттегіден артық физикалық белсенділік, ауа райының суы, қабылдаған дәрі-дәрмек ағзадағы сұйықтықтың жоғалуына ықпал етеді. Оған қоса, темекі шегу, кофе және алкоголь ішу де сұйықтықтың жетіспеушілігін тудырады. Ағза су тапшылығына ұшыраған кезде басыңыз ауырады, қан қоюланады, тері құрғайды және жүрек соғысы өзгереді. Одан бөлек артық салмақ мазалап, ерте қартаю ықтималдығы жоғарылайды. Қандай су ішу керек? Жоғарыдағы жайсыздықты болдырмау үшін қандай су ішу керек? Жалпы денсаулықтың жақсы болуына қандай сұйықтық қажет? Кран суы. Кәдімгі кранның шүмегінен тікелей алып, іше салатын әдетіміз бар. Оның қаншалықты таза екен денсаулыққа әсерінің бар жоғын анықтап жатпаймыз. Десе де кран суына хлор қосылатыны белгілі. Ал хлор өз кезегінде қауіпті аурулардың қоздырғыштарын жойып, инфекцияны жұқтыру қаупін азайтады. Алайда ағзаға ешқандай пайдасы жоқ. Егер хлорлы суды шектен тыс көп ішсеңіз, өтке, бүйрекке тас байлауы мүмкін. Сондай-ақ тері мен шаштың саулығына жауап беретін дәруменін жояды. Одан бөлек аллергиялық ауруларды қоздырады, жыныстық әлсіздікке әкеледі, иммунитетті төмендетеді. Қайнаған су. Көпшілік ағын суды қайнатып алсаңыз, оның сапасы әлде қайда жақсарады деп сенеді. Сондықтан да әрбіріміздің үйімізде ыдыста қайнаған су тұрады. Өкінішке орай, бұл да дұрыс емес. Су қайнаған кезде құрамдағы вирустар мен бактерияларды өлтіреді. Алайда, хлор мен ауыр металдарға қарсы күресе алмайды. Ал егер қайнаған суды қайта-қайта қайнататын болсаңыз, бұдан келер қауіп өте қорқынышты. Қайталап қайнаған су улы тригалометан түзеді. Бұл зат өз кезегінде ағзамыз үшін өте қауіпті екенін ескеріңіз. Сондықтан шайға немесе кофеге бір рет қайнаған суды қолданған дұрыс. Минералды су. Көпшілігіміз минералды суға ең таза әрі денсаулыққа пайдалы деп қараймыз. Алайда, бұл судың да кейде пайдасы, кейде зияны бар. Мәселен, асханалық деген жазу болмаса, минералды суды кез келгенімізге іше беруге болмайды. Оны тек қана дәрігердің нұсқауымен ғана ішкен жөн. Кейбір минералды судың құрамында тұз көп болады. Ал ол кейбір ауруларға теріс әсер етеді де нәтижесінде созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Сонымен қатар дүкен сөрелерінде кездесетін барлық бөтелкедегі су денсаулық үшін бірдей қауіпсіз емес. Мұндай судың кейбір түрінде 70 есе асып түсетін микробтардың саны анықталған. Әсіресе пластикалық ыдыстардағы суды тұтынбаған жөн. Саулығыңызды ойласаңыз, ішетін суға өте мұқият болыңыз. Минералды су алатын кезде құрамына назар аударыңыз. Егер құрамында мырыш және магний секілді 2 минерал болса, еш ойланбай ішуге болады. Бұл 2 минерал біздің ағзамыздың толық жұмыс істеуіне маңызды рөл атқарады. Нақтырақ айтқанда, мырыш иммундық жүйеге, сыртқы қауіптерге, соның ішінде вирустарға қарсы тұруға көмектеседі. Ал магний табиғи стресске қарсы әрекет етеді. Оған қоса, маңызды биохимиялық процестерге қатысады және бізді стресске төзімдетеді. Бұл сусынды аш қарынға ішсек, ағзамызға 90% мырыш пен 70% магний сіңіреміз. Сонымен қандай судың пайдалы екенін білдік. Ендеше, жағдайыңызға қарай қажетті суды тұтыныңыз. Егер ісіну, қант диабеті, жүрек тамыр жүйесі, бауыр, бүйрек немесе асқазан ішек жолдарының аурулары болса, ең алдымен дәрігермен кеңесіңіз. Ол сізге қандай суды, қандай мөлшерде ішу керектігін айтады. Құрметті достар,
Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийға жаза кетіңіз. Аман, сау болыңыздар.